айқылдасын. Өзіміздің прикол дейсіз ғой. Скоро тұсаукесеріміз дейді. Құдай қаласа. Не обращайте внимание дейді. Сол Қанат Назат Сайхан жігіт болсын, менде 5 бала шығады. Молодцы. Басым деймін. Бауы беріп қойсын дейді. Алла жеңілейін берсін, бөбегін қызын тойда тілеймін дейді. Нұрайка рахмет. Гумихан рахмет. Ана бұл үште. Кейін өз тілі шыққан қылықтар бұдан да қатты қуанасы бәрі Аллахтаға салға жар болсын дейді. Аумин. 5 баланың анасымын дейді, күшті. Жақсы көреміз дейді. Қалыңғылай балапан үшті. Ұйқы түндер басталды ма дейді. Былай негізі тыныш, Аллаға шүкір. Маған да берсін, әмин. Бізде үйде 7 қыз. Вообще күшті. Мамаларды деген аяқтарını сүйсек те біз андай кем емес қой. Артық емес қой, то есть ойлаймын, алжиын деппін. Неге жылаған жоқпын? Жылаған сияқты тұрмын ба? Шүкір, көп балалар аналарымыз аман болсын. Жылап отырған сияқты ма? Түсінбей жатырмын, байы құрысынып, неге айттыңыз? Түсінбейсің, шығып кетесіз, неғып отырсың мен прямойымда? Алжып. Бесік енді алам. Біздің де 7 олайды. Красавчик. Красавчик. Бір балаға бүйтіп айналып жатырмыз. Біз 7 бала туатын болса, ебай. Мен негізі, бау берік болсын. Дұрыс шаршағансың. Көз арсыңыздар. Ужас. Ұйқысын баланы дүние алып кейін. Мен көтер алмай жүрмін, біреу айтады, Якоға жүгін деп, соған түсінбедім дейді. Ханлыкен жүгін көтер қиын есін шығаратын артын сатсын. Ау мені ұмытасын, таймай жүресін дейді. Рахмет, 22 бол. 22-де 2 болан амас. Батыр өсе берсін дейді. 6 балам бар дейді. Күшті қызығын көріңіз, 6 балан амасым. Вы молодцы. Вы красавчики, мен сіздерге айтайын. Вы молодцы. Біз бір балаға мынандай болып отырық. 6 бала туысақ деп, не болып қалады, шашылып қалды сияқтымыз ғой. Жоқ, Боранбаева шығып кете салшы. Мен туралы білмейтін болсаң, зачем отырсың шығып кете сал? Мен өзімнің сөйлесетін, жаңағы тілекші, өзім адамдарым бар, солармен сөйлесуге кірдім негізі. Мен де оңба деп шығысты болсын, болсын, телер жатсын ба дейді. Жаным, жүрек. 29-дамын, 4 балам бар дейді. Аллағасы 2 бар дейді. Мама жалғыз өзім тастап кетті ғой дейді. Рахмет, Фаризахан. Убай. Кеше балыққа заказ бердің, соны ссылкасын берші. Сториске кіріп көріңізші. Стористе бар. Жақсы, түзелі оған. Орамал шешпей терлеу керек дейді. Енді адам біз оғырсын. Бау беріп қойсын дейді. Рахмет. Ана оған күшті. Прививка салдырасың байды. Салдырып қойдық. Шлетер жасады. Шлетер шығарып отырық негізі. Сенің атың жүрек. Өзбекпен болса түкіріп сөйле балаға. Не дейді. Негатив айтатын адамдар түсінбеймейді. Олар бақытсыз адамдар ғой. Вакуум іште кетіре алмайды. Ойбай, вакуумны іште. Бақытсың ғой дейді. Сіз болсаңыз да өзім болсаңандай қуандым дейді. Ойбай, айтпаңыз. 40 күн өттім ай жоқ. 6-сына босандым ғой. Бүгін 22 күн болыпты. Ойбай, кеше ғана босанып отқан сияқтымын. Қалайсың, Ханзадан бау беріп болсын, жақсылығыңыз сау болсын. Айнұрхан рахмет. Тісіңді күтіп жатырсың ба дейді. Сен шынында мақтысың дейді. Бау беріп болсын дейді. Ана бұған жасады дейді. Рахмет. Жағына сүйіндірсін. Рахмет ағаркем.
ерекше кетесіз дейді. Баламызға 30 жаста 6 бала. 30 жаста. Почти менен 3 жас үлкенсіз 6 бала. Мықтысыздар айтып тұрмын ғой. Неге деп айтады? Блокқа қойса дейді. Олар неше түрлі неден шыға береді. Нұрмұхаммед. Жаным Нұрмұхаммед, привет. Ұлым 2-де дейді. Балапаншы кеуіп жұма дейді. Бетің ажарында. Фильтр ғой, фильтр. Босанған туралы пост қашан дейді. Келесі апта салам. Ұлма қыз ба дейді. Қалай ұлма қыз ба? Ішінде ешқан жабырлай қазір. Иә. Ойбу. Как будто босансам да ішімде әлі жабырлап жүрген сияқты болады. Уақыт солай дейді. Тем более қиын кезде біздің үйде қашан аласың дейді. Ұлдары 40 күнге жеткізбей шығар. Иә, 35-37 күнде шығарамыз берсі. 28 жастан 4 босанам. Аман сен босанып алыңыз. Эпидуральный анестезия салдыңыз, сұрамаңыздар сол туралы айттық қой, пост жазам деп. Бір болайық, көмек бердім айт. Бір болайық, маған не қатысы бар. Мұқашық балапанымен бақытты olur, рахмет. Опағам жақсы. Сара мен Абзал үйленейін деп жатыр, бақытты болсын. Өзіңіз жүріспеді, 32-де мен жетеу дейтін. Айтып тұрмын ғой, вы молодцы, короче. Кеше балықтың парақшасын сториске кірсеңіз, сода тұр. Қайтып тұрмыз құратын ойың жоқ па жоқ. Бай туралы айтпаңыздар, пожалуйста. Көрдік қой біреуін. Кішкентайлай жылан қимыз ба жоқ, шүкір. Босанғаны ұлма қыз ба. Кімнің босанғаны ұлма? Түсінбей жатырмын. Қырғызстанға сәлем. Аяқпен тербетіп отырсаңыз, қайдан бір қойыңыздар? Қайдан бір қойыңыздар? Шашың түседі. Құдай қаласа салонға жазылып қойын. Күні түн санап 20 күнде шығарды. Әркім әртүрлі ғой. Бәрі бір дейміз ғой. Ой балам, жатушы едің жаным. Иә. Қан жақсы. Әне жасы 68-80 атын ұмытқанмын. Қайта сұрай бергенде. Айттым ғой, пост жазам дедім ғой. Сіздің историяңыз көрмесем тұра алмаймын Инстаграмда. Иші, Базаргүл ханым, рахмет жаным. Балапан жақсы ма дия. Мамышқа бәрін біліп қояды ғой. Деген қимылда. Мен анаша шаршағаннан кейін ба, дым басым істеп отырған жоқ. Теңселіп отырсың. Маған білінбейді бұлай. Шайқап отырсың. Киімдерінше кеше неткем. Қарсаңыздар. Әлі ашқан распаковка жасаған жоқпын. Распаковка жасау керек қарсаңыздар. Неше түрлі киімдер бар ғой қарсаңыздар. Мына жерде спортивка, қонжықтыкі, шапка, анау, мынау, в общем. Біраз нәрсе. Ал мына жақта хан. Түрі көрін қалмасын құрсын. Міне хан. Жаным. Тіпай. Толып кетіпсізді. Ой, мал кетше, нервқа тимей. Толып кеткеніз да. Роды қалай өтті? Роды туралы пост салам берсі. Қаншықтар жазбандаршы, толып кетіпсін, семіріп кетіпсін, арықтасай деген нәрсе. Жазбандаршы нервыма тиіп, өзім нервым көтеріліп отыр. Общем, осындай. Семірдім деп айтпаңдар. Ауыр сөз естіп қаласыңдар. Рахмет. Кім шығарып алды? Ержанға. В общем, бүйтіп шашын көрсетіп қойын ба? Ей, қой құрсын. Бері қарап қой. Не осы соң жаза берем? Нервный. Роды ба? Хан үйленетін болды айтма. Шайқа беретпесе Құдай. Не істейін енді? Сіздер көпсіздер. 322 мың адам, және 50 мың адам, 50 мың түрлі ақыл айтады. 50 мың түрлі мен істей алмаймын ғой. Бірақ баламын, бірақ адамын ғой мен.
Мен ақыл сұраймын, мен білмей атсам, мен сұраймын шынымен. Білмеген нәрселерімді сізден сұраймын. Енді бұны құрсын өзіміз қанша өстік, қанша інілеріміз өсіп жатыр, тербеліп өсіп жатқан інілеріміз өлмей ақ жүр ғой қазір. Бесікке жатқанда да тербеліп жатады. Пожалуйста, қойыңыздаршы. В общем, қатты ақыл айтқыларыңыз келіп жататын болса, біреуге сообщение жазып жіберсеңіздерші. Олды болу маған берсін дейді. Мен рахмет жинадырмын. После родовой депрессия бармайды. Конечно, болады ғой. Отырып, жылай салып, отырып, күле салып, оның бәрі бар. Адам болған соң болады ғой. Ой, Эльмира қатын қаншық кетшін еріма тимей. Жоқ, айтып болғам. Сұрамаңдар. Сториске де салдым, постқа да салдым, прямойда да айттым. Сұрамаңдар десем, әдей сұрайды. Кеше опрос жасадым ғой. Сұрақ қойыңыздар десем, почти 80% әкесі келді ма, әкесімен қосыласыз ба деп қаным ішіп сұрапты ғой. Менікі де шайықпен өсті дейді. Екеуміз құдағай болып сентябрьде босандым дейді. Жетсеға сәлем. Роддомдағы сурет жоқ қой дейді. Енді аты шабыс болып отқанда неде сурет болдық қой. 16 жылдан 40 жасында болсам жаным. Бау берік болсын. Тістік дейді. Амнан қарсай. Сәрсекова ауыз дейді. Адамдарға мал деп айтайын десең ренжіп қалады да. Мән бермейді. Аяспаға тапсырып алыңыз дейді. Сәрсекова ауыз сенің бір жеріңде. Сен жамансың ғой, сосын әкесі тастап кеткен шығар. Эльмира, сен де Құдай тастап кетуіне шын жүрекпен тілектеспін. Аумин. Жоғысты болсын деп дұға қылыңдар лучше дейді. Көрсетпе хан дейді. Қаншықтарға мән берме дейді. Ештеңе мән берме. Неге оқымай сая көрсет дейді. Болу берік болсын. Ханның түрін қашан көрсетеді. Мені көріңіздер да, ханды көре берсеңіздер. Өшім сондай. Қой, шығайын. Одан ары әрмен әдем болып кетті сөйтті қойыңыздаршы. Шынымен ба? Арасына сөйтіп алдық қойыңыздаршы. Мәз оқып қойын. Өткен жаран аузын тырнамыңдар. Айқадай бөпен бау берік болсын. Рахмет. Осы қатында үйде отырып елдің өмірі кіріп шаруаларын қанша. Шынымен әдей жазасына болды. Топастар өз өмір қызық емес қатындарға шамасы осылай жазасын. Қолай сауыз өз ақ баласын асырайды. Конечно, Аллаға шүкір, денім сау болсын. Бір өзін сұраспай, жақсы. О, Еленора, привет, жан. Енді кірдім дейді. Жоқ, танымайтын адамға зачем кіріп? Мен мысалы танымайтын адамның эфиріне кірмеймін. Зачем маған? Білмейтін адамның эфиріне кірмеймін. Өзім білетін, танитын адамдікіне кіремін. Внимание жетпейтін қатындар ғой дейді. Арпсы. Жүйелі қарғыс иесін табады дейді. Қойшы. Қарғама керек емес дейді. Қарғайым. Надо будет сен де қарғайым. Менің көңіліме тигендерді қарғайым. Алла тағала бар ғой. 27-демін. Олан қылсын ғой, рахмет. Қан жақсың. Еміз жүрсің ба? 40-нан қанша күнде шығарасыз? 27-дем. Мен ерім ұрып кетті ғой, не то что айгүл. Сол ғой, не істейсің? Қаншықты? Рахмет, Айка хан. Құдай қаласа, қой. Достар, тұрып мен тамақ жасайын, сорпа ішіп алайын, қалжаланып алайын. Балапан ұйықтап отқан кезде. Барлықтарыңызға көп рахмет. Дайректке аты жазамай айтсам ренжімеңіздер. Балаң бар, үйтіп айтпа, баламен қайтуы мүмкін. Құдай сақтасын дейді. Тақми саған Құдай маңдайыңа берсін.
Мені сынағандарға Алла тағала менікінен де 2 есе қылып берсін. Болды. Мен өйтіп тілімді қышытпай ақ қойыңдар. Мен де адаммын сендер сияқты. В общем, сондай. Мен қазір мына жерде отырып нерв қайтетін қатындар бар. Сосын ана ютубқа шығатындармен бұйырса жақсы жаңалықтар болайын деп тұрған фан-страничкалар құтырып жүрген. Екіқабат кезде мұрның көп бітеледі, не қолдан дейді. Оны айта алмаймын. Оны ертең айтсам тағы біреуге зиян тикпеп жүрсе, сосын ертең мен кінәлі боламын. Все, давайте шығайыншы. Нервім шыдамай отыр. Агрессивная, иди в жопу. Тахми. Көре алмайтындар ғой дейді. Көре алмайтындар емес, бақытсыздар ғой, бейшаралар. Бақытсыз. Все, давайте дайректте сөйлесеміз. Тамағымыз.